Бүкіліне сәлемдасыз, сіздер Айколанд каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге сериал шығаратын боламыз. Ол сериалдың аты «Қиын отбасы». Ал давайте кеттік. Мама, жарайды. Енді тезірек сериалымызды түсірейік. Үйді да пылесостан, үйді да жуу керек. Ой, достар! Сіздер қосылып тұр екенсіздер ғой. Достар, всем привет. Мен үйді жинап болдым. Мен үй жинап болғанша, піл ұстап жуып болғанша мама келді. Сосын ары қарай өзім отырдым. Сотка көрінді. Өзімнің комнатама барайын дедім. Бірақ комнатама барайын дегенде лифттен жүре алмадым. Ой, ей, қайда кеттің сен? Бергеле. Бергел дегенде міне келеді екен. Енді кнопканы басамыз. Енді түсіндім, мама маған айтты. Жарайды. Енді достар, сотка шұқылап, комнаталарды қарайтын боламыз. Мама бірақ комнаталық үй алған ба? Сонда мен қайда жатам? Олардың қасынан жатып айтсам, құрсын өз жаққа сосын жасап көрем. Так, достар, давайте енді ары қарай бассайық. Маған кім звондады? Маған мама звондады. Маған папа звондады. Мен кеттім. Папам маған айтты, далаға шық деді. Жарайды, қазір шығатын боламын. Бені папа келді, есікті ашайын. Құлтақ қойыпты, мама тупоя. Енді жауып кетегендік, мама өзі ұрсады. Менің папам мынандай машинасы. Бірақ достар, мен атын білмеймін негізі машиналарын, бірақ папа біздің айналып кетеді. Папа біздің өзін крутой санап, дрифт жасап жүреді өзі. Тіке жүрмейді, қайсық жүреді, кешіріңіздер. Мынандай орталық центрге келдім. Сосын өзім түсіп кетейін дедім. Не болса да өзім білем. Сосын папа ары қарай кетті, мама үйде болған соң, достар, мен ары қарай шашымды қиям деппін. Шашымды розовыйға или бір нәрсеге достар, бояйым. Соған қуып, наяққа қуанып істегем. Давайте, достар, енді таңдап алайық. Міне мен қып-қызылға бояйын дедім. Міне бояп жатырмын. Өзі күшті автомат екен. Алады да, өзің светті жазасын, сосын сөйтеді. Аяқта маникюрді істеуге болады екен, достар. Білмеймін, мен маникюр істеймін ба деп ойланып тұрғанша уже секеттім мен. Сосын ары қарай шашымды жуып алдым. Аяқта шашымды да өзім бояймын, шашымды да өзім жуам, шашымды да өзім қиям, укладканы да өзім жасаймын. Өйткені аяқта вообще адам жоқ. Негізі Бүкіевінде адам азайып кетіп баратыр біздің қаламызда. Біздің қаламыз просто уже 1-2 айда, 1-2 жылда заброшка болайын деп тұр. Ол үшін, достар, Бүкіевге кіріп ойнаңыздаршы, или кіріңдерші, көш келіңдерші. Өйткені сендер уже басқа ойындар ойнап, басқа жаққа көш кеткен соң, уже аяқта Сосын, достар, мен аяққа шашымды бояп келген соң, аркада деген ішіне кірдім да, баскетбол ойнадым да, 5-6 гол салып кеттім. Мен баскетболисткамын. Мен ғой енді мен. Сосын, достар, мен әрі қарай мотоциклімді тебемін деп шештім. Енді мотоцикл тепкенде дұрыс тебу керек, Менен үйрендер менен. Сосын ары қарай бүйтіп ойнадым. Сосын есікті ашып екен. Бүкіл ешесі бесплатно секеттім. Мен полиция ешкім қамамасын ешқайда. Достар, енді ары қарай барайық. Так, қайда барам? Менің мамамның машинасы, достар. Мен Айкөркем емеспін. Сәлеметсіз бе? Мен Айкөркем подругасы боламын. Сен Айкөркем подругасың ба? Тәте, мен Айкөркем подругасымын. Ол қайда кетіп қалды? Мен іздеп жүремін ше. Ол далаға шығып кеткен, жайт, мен дүкенге кеттім. Мен де негізі дүкенге кеткем, оның қалай күшті ма? Өзіңіздің қалыңыз қалай? Мен не отырып қалсың? Екеуміз бірге киініп алғанбыз бірдей. Ақылдас қойғанбыз, бірақ мен сосын оны таба алмай қалдым. Машинаңыз да күшті екен. Ойбай, достар, мен мамам, ол мені танымай қалды. Шашымды бояған соң. Мама мен өлтіреді, мен оны айтқан жоқпын. Мен Айкөркем подругасымын. Алло, Айкөркем, қайдасың? Ал бүкіліне сәлем, достар. Мен бүгін мынандай ыстық күнде Айкөркем мамасын көріп қалдым. Ол машинамен жүр екен. Продукты дүкенге алуға кетті екен. Бірақ, достар, ол менмін. Ол мені көріп қалды. Неге ол мен бара жатқан отельге бара жатыр? Отель дегенде мынандай кафе.
ол жақта жұмыс істей ма тәте ол жақта жұмыс істейтін сияқты ғой бизнесмен екен тәтеміз міне достар қараңыздар. И достар екен мен мынау мамасы біліп қойды. Ой негізі мен ой қашам ой 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 мама что-то мені қуалап келе жатыр. Әй қаншық қыз бері кел үйге қайт кел менің машинама қайда барасың деңіз бері кел дедім ғой. Ой бері келдім келе жатырмын не болды мама айқайлап. Сен қаншық қыз неге шашыңды қызылға бояп алғансың? Ну мама қазір ондай мода ше просто. Вообще это тренд, мода мама қазір. Просто сендер уже 1995 жыл болып алып қартайғансыңдар папа екеуің. По-любому мен кеттім, қаштым. Бірақ достар мамадан қазір таяқ жеймін деген ойдамын, бірақ мен қашам. Мама қазір наказание беруі мүмкін, там білмеймін бірақ. И достар мен ары қарай киінейін деп шештім. Мынау просто сексем футболканы уже 1-2 күн кидім. Өйткені байдың қызы болған соң, ерке қызы. Сондай қызы болған соң, вот ребята, ну күнде киім ауыстыру керек вообще. Таңертең, кешке дегендей. Ну я осындай всегда шортик киемін, сосын маманыкіндей мынандай иығы ашық тұратын андай киемін. Короче, майка ма бір нәрсе, оның аты негізінен киімдерге ондай аттарына көңіл бөлмеймін өзім. Вот сосын мына жерде уже мен боянайын деп шештім. Ну түрімді өзгертейін деп. Ну макияж типа ше достар. Бірақ макияжды мен енді қазір өзгертемін. Күнде бірдей макияж істеуге уже мен шаршадым. Мен қазір светлый тонда там контур шамалы ғана қосып румяна толтырып, ресницы қостым, тушьпен боядым. Сосын мен сен сұлудың косметикаларысымен бояндым. Прям мен сен сұлудан қазір базасы шықты ғой достар. Сол базасынан бастап фиксаторына дейін бар менде. Косметика көп болған соң хайран сен сұлудыкін. Сол үшін мен өзім көп қолданамын. Өйткені олар жай тұрады да, ол жаңағыдай срогы өтіп кетеді, сосын ол жайдан жай сатып алынады. Мен байдың қызы болсам да, ондай экономичный адам қатты емесмін, бірақ тоже заттарды құндау білемін. Өйткені мен құтырған қыз емеспін негізі. Кейбір адамдар бар ғой, мынадай толтырып косметика, толтырып айфон алады да, олармен волейбол, футбол солармен лақтырып ойнайды. Ал мен ондай адам емеспін. Бірақ сосын бағана шаш бояғаным үшін мама мені наказание қылып осаққа кеп тастады. Бірақ мен жылап билеп қудым да достар. Ары қарай не істегенімді білесіңдер ма? Конечно, сендердің Айкөркем батыл қыздарыңыз барды да өз комнатасына ары қарай кетті. Ал мамасы оның артынан қуса да Айкөркем деген қыз мен ондайға қарамайды. Мен қарамаймын ондайға ше. Сосын бардым да таяқ жемей өз комнатама қайта бардым. Осындай комнатам істеп алдым. Мама істеп берген жоқ, өзім заказ бердім, өз ақшама. Бірақ мен Freedom Bank'тан алдым. Freedom Bank'тан 120 мың шықты. Соны әлі құртамай жүрмін. Өйткені маған мама мен папа ақша берді косметикаға, киімге, тамаққа. Ал мынау 120 мың өзі жайдан жай тұрады. Осындай мебельдер сатып алдым. Негізі арзан дүкеннен барып сатып алдым. Бірақ мен негізі прям заводы мен алып беретін маған мама папа. Сонда бизнесмен болған соған. Сосын қайттан мына жерден маған бесплатный қойып қойды, өйткені олардан мен реклама жасап көп нәрсе алған соң, андай бір брендтің аты білмеймін, бір айна қойғам, соны жараспай қалды, алып тастадым, қорсын, мусорға тастадым. Сосын менде ақша көп қой, сосын осылай комнатамды сәндеп алдым, там мешоктар қостым, күшті нәрселер қостым. И достар, сіздер маған тіркелуді ұмытып кетпеңіздер, лайк, подписка басып кетіңіздер. Бірақ біз әлі жалғастырамыз. И достар, мен осылай кісі комнатам сәндеп болдым да. Сосын маманың комнатасынан кірдім. Мама ана жерде балконда вообще қайғырып отыр екен. Қасына барайын дедім, мама есік ашшы деді. Сосын мама есік ашты. Да өзімді келдім. Да мама екеуміз бірге қайғырдық. Депрессия болып
өтірік айтамын, конечно. Осылай отырдық, короче. Сосын мама маған бір нәрселер мына жерде қойып атты. Сосын ұрысып атты, короче. Сен қаншық неге шашыңды бояй бересің? Уже мен саған әлім келмейді, андай мындай деп. Сондай ғой, короче, сөйтіп айтты. И осымен менің сериалым бітті. Бұл если что, достар, бірінші бөлімі. Екінші бөлімі шықсын десеңіздер, лайк, подписка бас кетіңіздер. 1000 подписчикке жеткізейік, достар. Всем пока-пока!